Бірінші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Еңбек елі бұл біздің қоғамның негізін қалыптастыратын тұлғалардың еңбек көрінісі. Менің арманым осы ұшқыш болсам деуші ем. Сол армиядан келгеннен кейін осы газеттерді оқып жүріп, осы Саратовтың бірнеше Союз кезінде бір 3-4 училище болды ғой. Соның ішінде сол Саратовтың Краснокутский деген летныйына түсіп, жаңа айттым, 78 жылы соған түсіп, 81 жылы бітірдім де, сол 81-ден бастап Шымкент авиаотрядында осы 2012-ге шейін, 2010-ға шейін, 12-ге шейін жұмыс істедім мен сол жерде. Сол жерде Андывадан бастадым, кейін Анжырмат. Негізінде училищеде Як-17 деген самолет болды учебный, содан бастадым. Содан кейін Андыва, Андывадан кейін Анжырмат 4. Міне қазір 3-4 жыл болды, осы вертолет ұшып жүрмін. Бұл мәдет көріп отқандарыңыз К-32 деген, осыдан бір 3 жыл болды келгеніне. Бұның негізгі жұмысы міне осы Астанада және Алматыда тұратын 2 вертолетіміз бар. Негізгі жұмысы өрт қауіпін обеспечить етіп осы қаланы. Таулы аймақ болсын, мысалы Алматыда жанатын ормандар бар, соған осы авиацияны қолданады. Мұнда біздің 3 вертолетіміз тұрады, Еврокоптер деген қазір көресіздер. Сосын Ми-8 дегеніміз бар, үлкен бұдан, именно К-32 деген. Мысалы, бір қол жетпейтін ауылдар болады, соған біздің экипаждар дайын отырады. 1 сағаттың ішінде ұшып барып, 1 сағаттың ішінде үш жерде дайындық подготовканы жасайды да, жаңа баратын жеріне барып, келетін ауру адамдарды алып келеді. Болмаса жаңа дәрігерлерді алып барады. Енді әуеде жүргенде кейін білесіздер ғой, барлық жұмыс техниканың аты техника, барлық жұмысты істейді, аспанда жүреміз, әртүрлі жағдайлар болады. Мынау осы көріп отқан вертолеттеріңіз, былтыр осы Астананың өзінде 1-2 өрт болды. Соны осы вертолет арқылы өшірді жаңағы. Қазавиаспас өзі 2002 жылы мемлекеттің саласының авиация бөлімшесі болып өрт сөндіру деген авиациядан басталды 2002 жылы. 2005 жылы сол салада Қазавиа құтқару авиациясы болып бөлінді. Алдында төтенше жағдай министріне қарайтын еді. Былтырдан бастап ішкі істер министріне қарайды. Адам еңбек етпесе, өздеріңіз білесіздер, жалқау болады, оның үстіне еңбексіз ол өмірдің өтуі де қиын болады, уақыттың өтуі де қиын болады. Еңбек арқасында осы адам дамып, ары өседі ғой. Сосын осы еңбектің арқасында дейміз, енді осындай жағдайға жетіп жатырмыз, елімізде, осындай техника алып жатырмыз, осындай специалистер дайындалып жатыр. Сол барлық еңбектің арқасында деп ойлаймын.